Бәріңізге сәлем. Құрметті оқырман, видео басталмас бұрын каналға тіркеліп, қоңыраушаға басып, қазақ арнасының дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Адамды ақымақ қылып көрсететін 6 іс. Адамдардың топтарын, болмысын ұзақ жылдар зерттеу арқылы Качиполла бүкіл адамды 4 топқа бөлді. Аңқаулар, ақылдылар, қарақшылар және ақымақтар. Ақымақтықтың қалай көрінетінін, әрі өзге мен өзіңізге кесірін қалай тигізетінін білгіңіз келсе, оқыңыз. Біріншісі, мен ғана бармын. Әңгіме диалогтан тұрады. Саналы адам әңгіменің мақсаты ақпарат алмасу екенін ұғынады. Ал ақымақ адам тек өзі жайлы айтады. Осы жерде Джозеф Аддисонның мақтаныш жете ойланбаудан, әрі өзін өзі білмеуден болады деген сөзі есіне түседі. Адам ішкі қарама қайшылықтарының кесірінен немесе тым ашықтығынан тек өзі жайлы айтатынын байқамауы мүмкін. Осы қылығыңыздан болып ортаңызда қадіріңіз қашып кетуі мүмкін. Сол үшін бұл әдеттен абай болыңыз. Екіншісі, ол бәрін біледі. Ұлы ойшыл Сократтың өзі менің білетінім, менің білмейтінім деген. Ал көпшілік мен бәрін білемін деген түсінікпен өмір сүреді. Ақымақтықтың бір белгісі ізденбеу, қабылдамау. Сол үшін де білдім деген кезіңізде біткеніңізді ұғыныңыз. Үшінші, әңгімелесушіні мүлдем тыңдамайды. Қасындағы адамға әңгіме қызық емесіне мән бермейтін адамдар болады. Сол адамдарды ақымақтық жанап өтеді екен. Қанша жерден шаршап, жалықса да көңілге қарап отыра беретін де адамдар болады. Сол үшін біреуге ыңғайсыздық тудырмау үшін бұндай қылықтан ада болыңыз. Төртінші, ойы мен әрекетіне тым сенімді. Уақытпен таласып, ғылымда қарыштап дамып жатыр. 5 жыл бұрынғы тұжырымдамалар қазір теріске шығып өзгеруде. Кейбір адамдар бір білген білімге сүйеніп ұзақ уақыт жүруі мүмкін. Ойы мен әрекетіне тым сенімді адамдар болады. Ол ақымақтық. Дүниеде абсолюттіліктің жоқ екенін ұғынған адам мұндай ақымақтықтан қашалады. Бесінші, өмірді ақ пен қараға бөледі. Белгілі бір дүниені түгелдей жақсы немесе түгелдей жаман деп ойлау да ақымақтық екен. Таяқтың 2 ұшының болатыны рас, бірақ та 2 ұшын қосатын ұзындығы мен ені де болады. Ақымақтыққа бой алдырмас үшін терең көзқараспен қарап үйрену керек. Алтыншы, тұрақсыз. Тұрақсыздықтан қаншама адам зардап шегіп жатады. Әсіресе, ойдың тұрақсыздығы қанша жанның түбіне жетті. Тұрақсыз адам жолдан тез адасады. Әрі, ондай адамның бағыты болмайды. Басы ауған жолмен жүре беретін адам ақымақтыққа жолығып қалуы әбден мүмкін. Адамдарды ақыл және ақымақ деп бөлу де үлкен қателік. Бұл жазбаның мақсаты біз мән бере бермейтін істерді көрсету ғана екенін еске сала кетейін. Достар, видео ұнаған болса лайк басып, каналға тіркеліп пікіріңізді қалдыра отырыңыз. Көңіл бөліп тыңдағаныңызға рахмет. Келесі шығарылым тек сіздер үшін.